Саламатсыңдар ма оқушылар? Бұл түрдегі тапсырмалар тізбектегі суреттерге сәйкес келесі сурет қандай болады, соны табуға үйретеді. Мұндағы өрнектер арасындағы айырмашылықтарды тауып қана қоймай, олардың қатарда, яғни тізбекте қандай ереже бойынша өзгеретінін түсініп, келесі суреттің қандай болатынын болжау керек. Енді бірінші, мына жердегі мысалдағы тапсырмасына тізбектерді қарайтын болсақ, бірінші бізде үшбұрыш тұр, одан кейін дөңгелек тұр, одан кейін шаршы тұр. Енді қайтадан сол нәрсе басылады. Үшбұрыш, шаршы, дөңгелек. Қайтадан үшбұрыш, дөңгелек, шаршы. Міне үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, үшбұрыш, дөңгелек, шаршы. Сонда келесі біздің сұрақ белгісіне орнына болатын фигура ол бізде әрине үшбұрыш болады. Келесі, мына бірінші есепті енді түстеріне қарайды екенбіз. Қызыл, көк, жасыл. Осы үшеуі қайталанып тұрған сияқты. Мән берейік. Қайтадан қызыл, көк, жасыл. Қызыл, көк, жасыл. Сонда келесісі не болады? Оны өзің анықтаңдар. Ал келесісіне қарайық бізде. Мына жерде қызыл, сары, қызыл, жасыл. Осы төртеуі қайталанып тұр ма? Қызыл, сары, қызыл, жасыл. Қызыл деп уже басталыпты. Келесісі не болады? Өздерің анықтайсыңдар дөңгелектердің ішінен. Бізде үшінші тапсырма фигуралардың түстеріне, үшбұрыштардың түстеріне мән берейік. Қалай болып келген? Бірінші төменде жасыл екен, одан кейін көк екен, сары, қызыл екен. Мына төртеуіне қарайықшы. Жасыл, көк, сары, қызыл. Дәл сол нәрсе қайталанған ба? Жасыл, көк, сары, қызыл. Оның үстіндегілер де, мысалы, мынау мен мынау екеуі бірдей. Бірдей. Келесі бізде дәл жасылмен басталыпты, сонда екінші тұрған суретіміз қандай болу керек? Мынау сияқты болу керек, төменгі жағы көк, мына немесе мынау сияқты екеуі бірдей. Төртінші суретке қарайық тапсырмаға. Бізде жасыл сыртында боялған, ақ. Енді жасыл ішінде боялған. Бізге осындай үш түрлісі қайталанып келген сияқты. Міне жасыл сырты, ақ сырты, екеуі де жасыл. Дәл осылай қайттан үшеуі қайталанады. Келесісі қандай? Өздерің тауып көріңдер. Бесінші тапсырмаға қарайықшы. Бізде екі нүкте сол жағында, екі нүкте астында, екі нүкте оң жағында, екі нүкте үстінде. Осы төртеуі қайталанып тұрған сияқты. Қайттан қарайық. Екі нүкте сол жағында, екі нүкте астында, оң жағында, үстінде. Міне төртеуі қайталанып тұр. Енді бізде басы басталыпты. Екі нүкте сол жағында, енді екі нүкте астында болу керек.